АИТВ орталығы вообще қалай расшифровкасы оның? Адамның иммун тапшылығы вирусы ғой. ВИЧ деген иммунның тапшылығы. Вирус иммунодефицита человека деген ғой. Орысша. Хорошо. Менде мынандай нәрсе. Сұрақ. Қазір вообще СПИД деген не? ВИЧ деген не? Осы екеуі екі бөлек термин ба? Енді ВИЧ дегеніміз ол бана АИТВ деп аталады, қазақша. Ол бана адамның иммун тапшылығының вирусы ғой. Ол алғашқы кезеңдері да, ол сатылары. Енді бана АИТВ-дан, ВИЧ-тан, если адам емделмесе, СПИД сатысына өтеді. Терминальный, ол ЖИТС деп аталады қазақша. Жұқтырылған иммун тапшылығы синдромы деп аталады. Если бана адам ұзақ уақыт емделмесе, бана ЖИТС сатысына өтеді. Онда көптеген оппортунистік инфекциялар дейміз, қосымша аурулар көбейіп кетіп, адамның иммун жүйесін зақымдайды. Сосын сол зақымдау арқылы бана адамның иммунитеті қорғаныш факторы ғой, адамның сыртқы факторлар әсер ететін, бана микробтар, микроорганизмде вирустар мысалы жұғады ғой, мысалы адамға жұқтыру үшін. Сол кезде иммунитет төмен адам ол сразу жұқтырып алады да, көптеген иммун клеткасында Т-лимфоциттар, CD клеткалар, бана антителалар болады. Солардың бәрі зақымдалып келеді, адамды бана вирус көбейіп кетеді, адам өлім қаупіне әкелуі мүмкін. Емделмеген жағдайда. Сол үшін АИТВ деген ол алғашқы кезеңдері, жалпы АИТВ-ның өзінің 4 кезеңі болады ғой. Бана симптомсыз кезең дейміз, белгісі жоқ кезең. Екінші банағы симптомдар шыға бастайтын кезеңдер. Сосын үшінші бана оппортунистік инфекциялардың бана организмде өсетін кезеңі, ол үшінші, төртінші стадиясы. Ең қауіпті несі адам өміріне ол бана ЖИТС сатысы деп атаймыз, бана терминал сатысы. СПИД деп атса, орысша, халық көп түсіне бермейді шығар, енді СПИД десе көп түсінетін олар. Біздің елде таралған не СПИД деп атап кеттік біз. Сол сатыда адам өлім қаупіне тез жетуі мүмкін, тез өліп кетуі мүмкін. Сонда СПИД деген ең соңғы сатысы болып тұр ма? Иә, ең соңғы сатысы. Түсінікті. СПИДті жақсы, ВИЧ-ті жұқтыру тек қана қан арқылы жұғатын басқа жолдары бар ма оның жұғатын? Қандай жолдарды сақтану керек біз? ВИЧ АИТВ деген ол бана 3 кезеңі бар жұғатында. Бана қан арқылы деп атсыз, қан арқылы бана медицина мамандары манипуляция жасау кезінде апаттық жағдай болғанда жұқтыру мүмкін. Апаттық жағдай болғанда? Иә, апаттық жағдай. Мысалы операция жасап атады, или бана басқа да банаға уколдар салып атады, сол кезде ВИЧ инфицированный адамның мысалы қаны болып вирусы көп болса, онда бана медицина мамандары жұқтыру мүмкін. Екіншіден бана есірткі тұтынатын адамдар бар емес пе, инъекциялық бана бірде шприц қолдану арқылы жұқтыру мүмкін. Пирсинг, татуаж, татуировка деп атырмыз ғой, сондай моменттерде де если ВИЧ инфицированный адам келіп кетіп, вирусы көп болса жұқтыру мүмкін. Ол бірақ онда көп ондай жағдай аз кездеседі. Сосын екінші кезең бана жыныс қатынас арқылы жұқтыру мүмкін. Бана гетеросексуальный, гомосексуальный деген екі жол бар, ол жұқтыратын. Сондай арқылы жұқтыру мүмкін, если қорғалмаған жыныс қатынасы болса. Үшінші ауру анасынан баласына жұғуы мүмкін. Ол ауру анасынан баласына да 3 кезең арқылы жұғуы мүмкін. Бала если жүкті әйел дәрісін ішпейтін болса, бана ішінде жатқанда жұқтыруы мүмкін баласына. Сосын босанған кезде жұқтыруы мүмкін, сосын ана сүті арқылы жұқтыруы мүмкін. 3 кезең болады. Осындай жолдарды бәрі әркім өзі сақтанып отырса, АИТВ мана инфекциясы ондай қауіпті емес, қазір әлеуметтік ауру қатарына жатады ғой. Мені просто былай да менің неме кез келген жұғатын ауруды алсақ, ол ауа арқылы банадай жұғады. Сондай бір немен жұғады, вируспен жұғады. Мынада енді бір адамға жұқтырады ғой. Тек қана адам бір-бірімен контакт арқылы жұғатын болып тұр ма сонда? Бұл ауру сонда бір шығып болды, содан таралып кетті адамдардың арасында, сондай ма? Жоқ, ол деген енді басқа өкпе аурулар, туберкулез ауа арқылы жұғатын болса, мысалы, бұл АИТВ жұқпаса тек қана контакт арқылы жұғады. Бана айттым ғой, инемен контакты болса наркомандарда бірдей, жыныс қатынас арқылы деп жатырмыз, ода да контактта қолданбаған қорғаныш құрал, мысалы, қолданбаса жыныс қатынасында онда жұқтырады. Ауру анасына баласына жұғады. Емшек сүт арқылы бана босанған кезде жұғады.
мысалға сондай кезеңдер. Ауамен жұқпайды, сілекей болсын, банағы қасына жатып құшақтасқаннан, бетті сүйгеннен, бірге мысалы моншаға барғаннан или бірдей полотенце қолданғаннан одан жұқпайды. Тікелей қатынас болу керек та, жыныс қатынасы или қан арқылы қатынастар болу керек. Сонда жұғады. Егер енді бұл ауру қан арқылы жұғады дейтін болсақ, онда қазір мысалға шаш қиятын жерлерде мысалға бритва пайдаланады, сондай жерлерде жұғып кетуі мүмкін ба? Бір-бірінің мысалға дұрыс тазаланбаған бритвамен келесі адамды келіп қыру арқылы? Енді ол да күрделі, қазіргі заманда күрделі не ғой, тақырып қой. Қазір не көп, бізде салондар көп та, парикмахерскийлер көп, татуаж жасайтын, персинг жасайтын нелер көп та, салондар көп. Тырнақ жасайтындар көп. Енді егер адам мысалы өзіне жауап беру керек қой, ол барған жерде қарау керек та, инструменттері одноразовый ба, стерилденген ба, өзі сұрау керек. Даже жасап отқан адамның өзі қолына перчатка киіп жасау керек та, ол сондай моменттерді адам өзі ұйғару керек та, қадағалап бақылау керек. Енді егерде действительно ВИЧ-инфекцияны адам барып кетіп, вирусы көп болған жағдайда, қан болған мөлшерде, мысалға инструментіне қан болған жағдайда жұғуы мүмкін. Енді қазіргі кезде, Құдайға шүкір, инструменттердің көбісі одноразовый ғой, бір қолданады. Сосын стерилденеді обязательно. Оларда да әркімде мысалға өтеді ғой, тазалық санитарный нелеріне нормалары бар ғой, содан өтеді деп есептейміз енді. Қазір Атырауда бұл тақырып қаншалықты күрделі тақырып, қаншалықты бұл тақырыпты біздер ашық айтып жатырмыз. ВИЧ туралы, СПИД туралы ақпаратты неше жасынан, оның возрастной бір категориясы бар ма? Онда енді әрбір осылай жұғып кете беретін болса, онда кішкентай балада ауырып қалады болып тұр ғой, егер анасынан жұғатын болса. Осы мәселе қаншалықты осындай бір көтеріліп жатыр осы әңгіме? Қаншалықты қалай біз балаларға түсінікті тілде жеткізе аламыз бұл қауіпті деген нәрсені? Енді біздерде өзіміздің IT орталығында бірнеше бөлімдер бар ғой, жұмыс жасайтын, пропагандамен айналысатын жұмыстар бар. Профотдел дейміз да, емдеу. Сосын біздер емдеу алды бөлімі болғандықтан біз сол адамдарды тапқан адамдарды емдейміз ары қарай да. Енді бізде профилактикалық, эпидемиолог бөлімдері бар да, солар сондай отрицательный айтысы теріс адамдармен жұмыс жасайды да ары қарай. Енді действительно адам айтып жатырмын, өзі үшін өзіне жауап беру, өзінің өмірін сақтау үшін күнделікті анализ, жылына жоқ дегенде айтыға анализ тапсырып тұру керек та. Сосын біздерде мысалы көп өзіміздің адамдардан науқастарымызды айтуға қорқады, өзінің диагнозын, стигмасы бар да, как будто ол кісінің маңдайында таңба тұрған сияқты да. Біреуге ашылып айта алмайды да, мысалға айта алмайды, не жұмыс орнына, не достарына айта алмайды. Олардың өзінің құқығы айтпаса да, біздер енді ол кісілердің құқығын бұза алмаймыз, айт деп ете алмаймыз. Енді ары қарай енді көзі ашық, мысалға өзінің статусын біліп тұрып айтам деген адам болса, ол өзі айтады. Енді жалпы біздер айтамыз ғой, әркім өзінің өміріне өзі жауап беру керек деп. Ол кісілерде өзінің дәрісін уақытымен ішіп тұратын болса, ұзақ өмір сүре алады. 80-ге дейін келеді. Бізде де ең жоғары жасы үлкен кісі 80-дегі кісілеріміз бар. Сосын кішкентай бала бізде тек Атырау осы. Неше жыл бойы ауырды мысалы? Ол кісі 25 жыл бойы ауырып тұрған. Ол егер уақытылы бағанағыдай дәрісін, несін қадағалап тұратын болса, ол өмірге влиять етпейді. Дәрісін уақытымен ішіп тұратын болса, күнделікті анализін тапсырып тұратын болса, иммунитеті жоғары болса, вирусы нулевой, не тексеруется деп жатырмыз ғой, нулевой болатын болса, ұзақ өмір сүреді. Енді бірінші Алла аз қылып ұстау керек. Аз ұстау керек, иә. Біздің енді міндетіміз бағанағыдай бұл ауруын мүлдем жазылып кетпегенмен, сол дәрінің арқасында вирустық жүктемесі нулевойға дейін ұстап тұруымыз керек. Ол кісіде өзі соған жету керек та, дәрісін ішу. Біздер дәрі беріп, үкіметтен бір жағынан тегін беріп жатыр ғой. Бүкіл анализдер тегін, құпияны сақтап, тегін дәрілер бергесін, ол кісі өзі үшін ішеді. Өзінің жолдасы ішеді. Бізде бар дискандартный пара дейміз, немесе әйелі, немесе ер адамы отрицательный теріс мәнді да, ВИЧ.
сондай жағдайда да дәрі ішетін болса, ол кісі қасындағы серіктестігін жұқтырмайды. Ауру мысалы анасынан бала туылмайды, бәрі дені сау бала туылады да. Біз оларды да бақылаймыз, жүкті әйел дәрісін ішіп тұру үшін. Енді көптеген жағдайларда да енді түсінбейтін адамдар болады, түсінбейді, ішкісі келмейді, қашып жүретін адамдар болады. Ол адамдарда түбінде ауру күшейген уақытта, көптеген оппортунист инфекциялар қосылған уақытта келіп дәрілерін алып жатады. Келіп алып жақсы болып кетіп жатады дәрілерін алып. Мына бірінші нелер болады, синдромдар болады ма адам, ол білмеуі мүмкін да. Ол енді көпшілікте кездесе бермейді ғой, енді қоғамда болғанмен көпшілікте кездесе бермейді. Ол адам ол жерде максимально өзін анонимно ұстағысы келеді, ешкімге білдірткісі келмейді деген сияқты. Сол сияқты бірінші синдромдары қандай нәрсеге байланысты? Жалпы енді айтты инфекциясы бір адамға жұққаннан кейін, ол мысалы адамның денсаулығына байланысты да, иммунитеті жоғары адамдар болуы мүмкін. Ол вирус үн-түнсіз жата береді да, мысалы иммунитет жоғары болса, немесе адамда стресс болса, көптеген инфекциялар организмде болса, сосын жасына да байланысты ғой. Жас үлкен ұлғайған адамдар болса, немесе көптеген созылмалы аурулар болған адамдар болса, вирус тез көбейіп кетеді де, онда өзін көрсетеді, вирус көрсетіп, сол кезде табылып жатады, көбіне больницаларға барғанда, поликлиника болғанда табылып жатады да. Адам ағзасына енгенде, мысалы иммунитеті жоғары болған адамда, ол даже белгісіз симптом дейміз бірінші сатысында, ол мысалы 1 жылдан 10 жылға дейін, немесе 3 жылдан 10 жылға дейін адам өзі білмеуі мүмкін, вирус жүре береді, организмде жата береді. Адам өзінің даже инфекциясы организмде бар екен білмей қалуы мүмкін. Қосымша аурулар қосылған арқасында, немесе иммунитет түсіп стресс болып жатыр дейміз, сондай жағдайда инфекциясы күшейген уақытта ауырып, басқа жерлерге емделуге барғанда бізге табылып жатады. Адам енді бізде симптомсыз дейді, көптеген симптомдары болмайды, өзінің мынандай симптом деп айтатын қосымша аурулардың симптомдары болады. Ол кезде адам қызуы көтерілуі мүмкін бірнеше уақыт, бірнеше күн, немесе ішінің өтуі мүмкін, адам арықтауы мүмкін, 10%-тен жоғары, 10%-тен төмен дейміз да, немесе 6 кило, да 20 килоға дейін арықтауы мүмкін. Адам өзі білмейді, өзі айтады, тамақ ішіп жатырмын, бірақ арықтап баратырмын деп айтады өзі. Сосын әлсіздік болады. Адам шаршайды, тез шаршайды, жұмысқа да, үй жұмысын жасауға да несі болмайды, шаршағандықтан. Сосын бірнеше лимфа түйіндері ұлғаюы мүмкін да, адамдарда сондай. Басқа адамдарда да ұлғаяды ғой, бірақ бұл кісілерде бірнеше лимфа түйіндері ұлғайып, ісіп, іріндеуге дейін баруы мүмкін. Сондай жағдайлар болады. Сосын енді былай бетіне қарап клиникасын көріп тұрғанмен, ол кісілер тек қана анализ, любой емхананың дәрігерлері, немесе стационардың дәрігерлері, ауруханалар обязательно ол кісіні күмәнді деп клиникалық көрсеткіштері болғасын, АИДС инфекцияны тексеруге, қан арқылы тексеруге жіберу керек. Ондай кісіні тек қан арқылы ИФА методымен тексереміз ол кісілерді. Если АИДС инфекция оң мәнді болып тұрса, бізге КНЦДС деп Алматыға жіберіп, иммуноблот номерін береді, сол арқылы есепке аламыз ол кісіні. Енді ары қарай емдейміз сосын, бірінші очередте. Осы сіздерде береміз кезінде көп жағдайда анықталуы мүмкін ғой. Оған шейін тексерілмейді, береміз қалай пайда болады, солай олар анализ тапсырады, гепатитке, ВИЧ-ке, жалпы анализ тапсырады, сол кезде анықталады да. Алғашқы жүктіліктің алғашқы апталарында, сол кезде сіздер уже арнайы стандарт бар ғой да осы, бала туғаннан кейін де. Бізде 211 бұйрық бар, өзіміздің клиникалық көрсеткіштер бойынша, немесе эпидемиялық көрсеткіштер бойынша тексеру деген АИДС-ға. Соның ішінде жүкті әйелдер, женский консультация дейміз, соған есепке тұратын кезде 109-да бір кодымен емделеді, тексеріледі АИДС жұқпасына. Сол кезде оның серіктестігі бірге қосылып тексерілу керек та, біздерде ондай жағдайлар болды. Әйел бірінші тестінде отрицательный болады да 109-дар, екінші тексерілгенде уже положительный болып тұрады. Потому что оның қасындағы күйеуі болсын, серіктестігі АИДС инфекциясымен ауыратын болған. Ол бірінші тексерілгенде әйел серый окнода болады да, екінші тексерілгенде уже вирусы көбейгеннен ол әйелде АИДС инфекциясы табылып тұрады. Сондай моменттерде 109-да бірмен тексеріледі. Екінші тексерілетін кезде 109-да 2 код деп жатырмыз, әйелдің 28, 29, 30 апталығында тексеріледі женский консультация АИДС инфекциясына.
потому что ол әйел ертең болашақта босану керек қой. Босанған уақытта да біз уже білуіміз керек, ол әйелде 30 неделге инфекция бар ма, жоқ па. Если болған жағдайда ол әйелді біз есепке алып лечение беруіміз керек, емдейтін, потому что іштен баласын жұқтырмау үшін дәрі береміз. Если дәрі уақытында беріп, әйелдің вирусы төмендейтін болса, ол дүниеге сау, дені сау баланы әкеледі. Сондай моменттер бар біздерде. Бұл аурудың андай орта несі бар ма? Возрасты бар ма бізде? Біздерде енді бұл ауру банағы айтады, социальный әлеуметтік статусқа қарамайды. Мысалға, біздерде мысалға көптеген жұмыс орнына қарамайды, жасына қарамайды, жас айырмашылықтарына қарамайды. Өмірде любой әр нәрсе ситуация болады, ешкім не застрахован дейді бұл өмірде. Бәрі сондықтан өзі үшін мана тексеріліп жүру керек жылына бір рет. Жыныстық айырмашылығына да қарамайды, жасына да қарамайды, статустық, еңбектік статусына да қарамайды, мысалға. Сондай адамдар. Бұрын енді стереотип болды, бұрын тік наркомандар мен жезөкшелер ауырады деген. Қазір жоқ, социальный халықтың арасына тарап тұр ғой бұл вирус деген. Сондықтан любой адам ауырып кетуі мүмкін бұл аурумен. Жұқтырып алуы мүмкін бұл инфекцияны. Бір оқиға естіген, бір кішкентай бала ауырған, организмнен табылған, вирус табылған. Қалай деген кезде зубной щеткасын қасындағы лагердегі басқа біреудің зубной щеткасымен жуған. Ол десныдағы қан арқылы неткен. Ол барып қараса, сол қасындағы баланың ағасынан табылған болып шықты дейді. Сондай бір нәрсені естіген. Ол енді біздің Атырау облысында ондай случай болмаған. Жалпы бір осындай оқиға болған. Осындай да мәселе бар екен да. Сондықтан енді ата-аналар осындай құттай деталь ғой негізінде бұл. Құттай деталь бір сондай бір үлкен нәрсеге барып қалуы мүмкін да. Сондықтан ол нәрсені айту керек деп. Өзіміздің адамдарды ескертеміз ғой. Все равно гигиенаны любой адам өзі үшін гигиенаны сақтау керек. Жеке бастың гигиенасын сақтау керек. Зубный щетка өзі отдельно өзінікі болу керек. Ұстаралар дейміз ғой, аяқ қыратын, сақал қыратын ұстаралардың бәрі әркімде өзінікі болу керек. Тем более біздің адамдарға айтамыз, одноразовый болу керек. Бір пайдаландың да лақтырып тастадың деп. Потому что ол үйінде бала шағасы болуы мүмкін, немесе біреу аға жеңгесімен тұруы мүмкін да, ол кісілердің де балдары бар ғой. Например, ол сен алма дегенмен ол жас балдар алып қояды ғой. Ойнап алса да, басқа алса да алып қою мүмкін. Сондықтан одноразовый инструменттер қолданған жақсы. Қазіргі енді жас енді тоже айтады да, енді сақал мұрты өсіп жатқан балдар қызық көріп ананікі мынанікімен алып қарап нетіп қарайды, сөйтіп қарайды. Содан да сондай нәрселер болады деп айтып отырады да. Ондай кездесуі мүмкін, ондай жағдайларда болуы мүмкін. Сондықтан бұл өте немен. Мерей, сен де енді анестезиолог, сенің жұмысыңда жұмыс барысында осындай бір спидке қатысты, осындай ВИЧ инфекцияға қарсы сондай бір оқиғалар болды ма, байланысты бір? Бізде енді реанимацияда жұмыс жасағасын, ауыр жағдайда пациенттер түседі, жаңағыдай социальный несі төмен наркомандар үлкен дозада наркотический препараттарды қабылдап солар түседі. Соларда жаңа ВИЧ инфекция кездесуі мүмкін. Біз енді олар түскен пациенттердің қазір приказ бойынша ауруханаға түскен пациенттің бәрінен ВИЧ инфекцияға анализ аламыз. Диагнозына ештеңесіне қарамаймыз. Ол не болсын, беремене болсын, ол басқа пациент болсын, іші ауырып келсін, басы ауырып келсін, оған қарамай бәрінен ВИЧ инфекцияға қазір анализ алып отыр. Бұрын операцияға баратын кезде алатын болдық. Мысалы, пациент түседі, операцияға показания қойылса, мысалы, соқыршек, ол кезде уже ВИЧ инфекцияға, гепатитке анализ алатын болдық. Қазір түгел барлық пациенттен, қазір соңғы жағдайларға байланысты барлық пациенттен ВИЧ инфекцияға алып жатырық. ВИЧ инфекция алғаннан кейін ол бірнеше уақыттан кейін қорытындысы келеді. Қорытындысы келгесін, жаңағыдай отрицательный болса, отрицательный, положительный болса, уже біз ары қарай жаңағыдай спид орталықтарға хабарлап, олар уже ары қарай жұмыс жасап кетеді уже пациентпен. Қазір енді біздердің
Бана айтив қой да, ITV. айтв орталықтың жағдайы қалай жалпы бізде? Менің естуім бойынша Атырау облысында ең үлкен бізде центр деп естідім. Иә, енді бізде бүкіл республика бойынша бізде Атырау облысында банағы айтады ғой, жаңа методта салынған ғимарат бізде 3 этажды, сондай Бөлек тұрған өзі. бөлек тұрған, өзімен отдельно тұрған. Басқа облыстарға қарағанда бізде ол бірінші типта банағы здание бізде тұрған. Уже біздің ашылғанымызда да 7-8 жыл болды ғой. Бізде лабораториялық, өзіміздің отдельно лаборатория зертханамыз бар. Өзімізде 3 этажда бізде әкімшілік бар ішінде, оның қасында психолог мамандары, гинеколог, тезиатр, көптеген мамандар жұмыс жасайды бізде. Нарколог мамандары бар, дерматовенеролог мамандары жұмыс жасайды. ПСК кабинеті бар, ашылған специально айтып тексерілетін адамдарды қабылдайтын кабинеттер бар. Психоәлеуметтік консультация береді сондай кісілер. Сосын бізде достық кабинеті ашылған. Банағыдай достық кабинеті деген бар. Бізде дерматовенеролог отырады, бізде ол маман. Банағы айтып теріс адамдар деп жатырмыз ғой қазір. Банағы преп деген программа бар. Например, сол программада если банағы жыныс қатынасына жиі түсетін адамдар болса, немесе бана ер адам жыныс қатынасы, немесе әйел адам жыныс қатынасы деп айтып отырмыз ғой. Сол кісінің серіктестігі отрицательный болса, онда банағы именно ВИЧ-инфицированный адамдарында серіктестікте болуы мүмкін, который отрицательный адамдарда сол кісілерге преп программасын жүргіземіз. Бізде тегін банағы бір препарат беретін дәрі бар, ішетін. Болашақта айтв инфекциясын өзіне жұқтырмайды. Профилактика шара. Бізде тегін беріледі, бәрі тегін береді. Бізде адамдарда есепке тұрғаннан бастап құпияны сақтап отырып, тегін медициналық банағы бүкіл анализдері зерттейтін дәрілері АРВП дейміз, антиретровирусный препарат дейміз, солардың бәрі тегін беріледі. Мына басқа частный клиникалар бар ғой бізде. Частный клиникаларға осы немен тапсыра алады ғой, тапсырады, тексеріледі, бірақ бұның результаты бәрібір ол сіздерден өтеді, солай ғой негізі. Енді бәрі олимптер бізге қарамайды, ол басқа Алматыға қарайтын сияқты олар. Но басқа ПМСП клиникалардың бәрі бізге алып келеді. Бізде тексеріп береді, тегін тексереді бізде. Мен просто айтқым келген, частный клиникаға барып ақша төлейсіз, оны бәрібір результатын алып келіп центрдан шығатын болса, оны жүріп қалатын сияқты. Бізге бүгін тапсырса, ертең уже 2-ден кейін результаты бір күннен кейін шығып дайын тұрады уже. Жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, құпия кабинеті бар, достық кабинеті бар дедіңіз. Осы жерде осы инфекцияны жұқтырған адам, енді бұл халықтың арасында өте қорқынышты бір не қалыптасып қалған ғой біздерде. Психологиялық көмекке қаншалықты мұқтаж болады бұл кісілер? Бұл аурудың емделіп жазылып кетуіне адамның психикалық жағдайы қаншалықты маңызды? Енді өзіңіз біле беріңіз, бана айтв инфекция табылды деп адамға айтқанда, ол кісіде стресс болады. Действительно, мойындамайтын жағдайлар бар, жоқ, менде ондай жоқ, мен 3 ай бұрын тексеріліп едім, 6 ай бұрын тексеріліп едім дейтіндер болады да. Сол кезде басқа жерлерге барып тексерілетін, Россияға барып тексеру мүмкін, Астанаға барып тексерілу мүмкін. Все равно оларда қорытындысы положительный болғандықтан қайтып өзімізге учетқа тұрады. Енді действительно бізде психолог маманы бар, тәжірибелі өте маман. Сол кісі адамдармен жұмыс жасайды. Анонимно болады. Анонимно. Біздерге келген бәрі аноним, құпия сақталады ғой. Сол құпияны сақтай отырып, өзі сол кісі жұмыс жасайды адамдармен. Сосын біздер көрсетеміз да, мұны ішкен адамның результаты қандай, ішпеген адамның результаты қандай. Біз ол кісіні банағы ары қарай осы диагнозын қалыптастыру үшін біз жұмыс жасаймыз ары қарай сол кісілермен. Енді біздің практикада кездесіп жатады, ВИЧ-диссиденті дейді, ойбай менде жоқ деп отказ беріп кететіндер, дәрі ішпейміз деп. Ол кісілердің уақыт өте келе, все равно жағдайы нашарлап, все равно бізге қайтып емге келіп жатады ол кісілер, ем алуға келіп не істеп жатады. Мына сіз бізге енді Атырау облысына именно шетел азаматтары көп жұмыс жасайды. Бұл айтв инфекциясы бізге қарағанда шетелде енді көп тараған деп есептеледі ғой. Соларды бір есепке алып, олардан анализ алу, ондай жұмыс жүргізіле ме, әлде олар өз еріктерімен бітті тек қана? Олар деген енді
біздерде бар ғой шетел азаматтарын бізде бір кодекстар болды. Бізде тек қана өзімізге положенный норма беріп, норматив Атырау облысы бойынша мысалға осынша адамға тегін главарный фондтың жанынан дәрі береміз, сол кісілерді де обследовать етеміз. Енді көп мөлшерде ала алмаймыз, көбіне шыққан шетел азаматтар шығып жатса, ол кісілерді еліне жібереміз. Көбіне барып еліңізге барып тұрыңыз, дәріңізді тегін алыңыз, тегін емделіңіз деп ол кісілерді жібереміз елдеріне. Енді бізде бар шетел азаматы, 7 шетел азаматы, который дәрі ішіп жатырған. Біз одан артық адамдарға дәрі бере алмаймыз. Мысалға. Профилактика ретінде оларды тексере алмаймыз. Профилактика ретінде тексере аламыз. Достық кабинетіне жіберіп тексертеміз, бірақ шетел азаматы болғаннан кейін оларға да дәрі бере алмаймыз. Потому что бізде дәрі мемлекет тарапынан берілгесін, ол кісілердің құжаты болу керек. Удостоверениесі, Қазақстан азаматы болу керек. Бірақ біздің өзіміздің жергілікті азаматтарымызға тегін жүре береді. Өзіміздің жергілікті азаматтарымызға бәрі тегін беріледі, тегін. Біз енді бұрын күніне 5-6 дәрі ішетін болса, біздің адам науқастарымыз қазіргі кезде 1-2 таблетка ішетін, флуксерин-дозды, комбинированный дәрілер шығып жатыр. Өте пайдалы, сосын ыңғайлы ішуге. Күніне 1 ішетін дәрісін, күніне 2 ішетін дәрілер бар, 1 ішетін дәрілер бар. Сондай 1 ішетін дәріні ішу арқасында адамға доступный дейді ғой, оңай ішуге сондай дәрілер шығарылған. Сол дәрілерді ішеді адамдарымыз. Тоже қызық маған. ВИЧ инфекцияны, вирусты адам денесінен басқа бір вируспен шатастыру мүмкін ба? Ол шатастырылмайды, потому что біздерде бірнеше лабораториялық тексерістен өтеді, ИФА, иммуноферменттік тестерден өтеді. Сосын бізде экспресс-тест деген бар ғой, бірінші ИФА қан алмай тұрып, экспресс-тест деген жедел анықтайтын тесттер бар на ВИЧ-ке. Соның 2 түрі болады, қан арқылы, венозный қан арқылы тексеріледі, сосын одан қанды айналдырып, сывырткасын айналдырып тексеретін әдісі бар. Сосын бізде слюновой дейміз, көбіне слюновой тексерілетін әдісі бар. Сондай әдістерде положительно шығып тұрған адамдарды біз ИФА-ға қан алып, сосын оны ары қарай бізде 14 бірінші тексерілгенде шығып тұрса, 14 күннен кейін қайтып тексеріп, содан КНЦДС дейміз, Алматыға жібереміз. Алматыға жіберіп, олар подтверждать етіп келген уақытта олар бізге иммуноблот номерін береді. Осындай номер деп, сол номері бойынша адамды есепке аламыз біздер. Бізде 3-4 этаптан өтеді ол адам. Сізде инфекция бар деп айтпас бұрын, ол бірнеше этаптан өтеді. Содан кейін диагнозды Алматы қойып береді. Бізде просто халықтың арасында тоже ол да бар әңгіме деп те айта алады, может стереотип те қалыптасып қалған шығар бәлкім. Диагноз дұрыс қойылмайды дейтін әңгіме бар ғой. Солдай кезде. Осы менің практикамда ондай диагноз дұрыс қойылмаған жағдай болмаған. Бәрі сол диагнозымен қойылып, бәрі. Сосын біздер адамды есепке аламыз, есепке алған иммуноблот номерімен есепке алғанда да біз АРТ беру, дәрі береміз, дәрі бергенде де біз экспресс-тестпен қарап аламыз адамды. Тоже, потому что біздің протоколымыздың бір бөлігінде сол қағида жазылып тұр. Дәрі берердің алдында экспресс-тестпен тексерілу керек, иә. Қызық. Все-таки бізде бұл аурумен ауыратын әйелдердің саны көп па, ерлердің саны көп па? Бізде енді көбіне ер адамдар. Ер адамдар. Больше ер адамдар. Көбіне енді бойдақ жүретіндер де көбіне ер адамдар, жастарымызда 40-қа келіп, 30-қа келіп үйленбейді. Көбіне бізде әйел адамдар көп емес ондай. Бар енді. Көбіне ер адамдар есепте тұрған бізде. Басқа мысалы әйелдер неде измена жасап қоятын көбіне ер адамдар ғой енді. Сол есепке тұратын. Сіздерден жыл сайын анықтау несі бар ғой, есебі? Жылдан жылға көбейіп жатыр ма, жыл анықтау или сол? Енді былтырғы жылға қарағанда, 23 жылға қарағанда, 24 жылы көбейді. Анықталған случай көбейді. 30% көбейді деп айтуға болады. Енді биылда 3 айдың ішінде бір шама адам шығып тұрды бізде есепте. Жалпы барлығы анонимно болады. Енді ақыры бұл ауру бар екен, оны жасыра алмайды екенбіз. Бірақ халыққа айту керек деп ойлаймын осы жерде. Бұл нәрсе таза анонимно болатыны, бұның
бұл жерге келген адам тексерілуге келгеніне ол адам туралы ешқандай информация шықпайтыны, оның ағайындарына да жетпейтіні де, оның ортасына да жұмысына да ешқандай хабарлама берілмейді. Бұл осы нәрседен енді қорқып бармауы мүмкін деп ойлаймын да адамдар. Бар ғой, енді адам әртүрлі деп айтып жатырмын ғой, бана стигманы қойып алады. Стигма деген болады ғой бізде, бана мен сондай диагноз шықты, мен танбамын, мен бана біреу көріп қояды, ағайыным көріп қояды, басқа көріп қояды, қашып келмей жүретіндер болады енді. Бірақ та все равно олар дәрісін ұзақ емделетін болғандықтан, олар келіп, мысалға, дәрілерін 3 айда бір рет келіп алып кетуіне болады, мысалға, анализ 3 айда бір рет тексеріліп кетуіне болады, күнделікті келіп тұрмаған. Біздер каждый раз телефон соғып, ол кісілерге звондап, бізде бар патронажный медсестра, үйлеріне барып, дәрілерін қарап, сосын бана телефон соғып отырамыз, социальный работниктер бар, который телефон соғып, дәріңді ішіп жатсың ба деп сол кісілерге. Енді действительно адам ұзақ дәрі ішкеннен де кейде жалығып кетуі мүмкін, кейде бір стресстер болуы мүмкін өмірінде, сонда да бір дәрі ішпей қалатын адамдар болады. Адам әртүрлі ғой, типі әртүрлі. Сонда да ішпей қалатын жағдай, сонда да телефон соғып, кері дәрісін бастап, сөйтіп шақырып, психолог маманына жіберіп, сөйтіп дәрісін ішкіземіз. Енді біздер қанша өзіміздің адамдарға айтыңдар, жасырмаңдар, бұл банағыдай қауіпті ауру емес, әлеуметтік ауру, бұны дәрінің күшімен ұстап отыруға болады, вирусты, сіздердің өмірлеріңіз жақсарады деп айтқанмен, бізде, білмеймін, Атырау облысы менталитет сондай, бәрі жасырынды, қазақи болғандықтан ба, бізде бош қазақилық қой енді. Енді Атырау кішкентай қала болғандықтан бір-бірін танып отырғаннан кейін айтқысы келмейді. Біреудің ағайыны болуы мүмкін, біреудің досы болуы мүмкін да, мысалы, сондай моменттерде айтқылары келмейді, қашып жүреді көбі. Енді бәрі бірдей қашпай, дәрі ішіп жатқан адамдар бар, бізде почти 85% дәрі ішеді ғой. Мерей, қандай сұрақтар бар? Мен медицинский нем болмағасын анда енді мерейлермен біздерде көбіне өзіміздің адамдарымыз областной больницаларға жатады ғой, көбіне соларға направление береді, сосын инфекционный больницаға жатады, областнойларға жатады біздің арқылы. Бұл аурулар жаңа ғой, именно спид деп келмейді, пневмония деп келмейді. Айтпайды да, солай ма? Статусын барғанда айтпайды да, сосын артынан бұлар кісілер ВИЧ-ке қан алғаннан кейін айтады, или біздерге анализ келеді де, солай моментте біз тауып аламыз, біздің кісіміз осы жерде жатып нетіп жатыр екен, анализ тапсырып екен. Енді бұл кісілерге де айтамыз ғой, көбіне медицина мамандарына айтамыз, біздер лекция нелер оқимыз ғой, тренинг. Любой алдына келген науқасты потенциальный науқас деп қараңдар деп, қараңдар, диагнозын қараңдар, анамнез жинаңдар, жылына неше рет келеді ол кісі, біздің адамдар айтпайды. Банағы, если вирусы білмеген адамда, организмде вирусы жүреді ғой, көптеген аурулармен ауырады да, қайталанатын аурулар, хронический қайталанатын, созылма аурулары болуы мүмкін, пневмонияның өзі простой жылына бірнеше рет ауыру мүмкін, қызулап бірнеше рет ауыру мүмкін, іші өтуі мүмкін бірнеше рет, салмақ жоғалту, банағы лимфоузылдардың ұлғаю, даже туберкулезбен ауыруда мүмкін да, сондай қосымша аурулар қосылғанда, біз көбіне ПМС-ларға айтамыз, сіздер енді олар кісілердің де шаруа жұмыстары көп қой, қырғын клиент отырады, пациент отырады алдында, қазір уже информационный кезең, оларды бәрін дамуға салу керек, системаға салу керек, оның бәрі интернет зависать етеді, күтіп отырасың да, сондай моменттерде де науқаспен тесно сөйлесе алмауы да мүмкін. Сосын анамнез собирать етіндер деп айтамыз, жылына неше рет ауырды, температурасы неше рет салмақ жоғалтты, қанша деп. Сондай моменттерде көбіне ПМС-лар пропускать етеді біздің адамдарды. Көбіне ауырып, жағдай нашарлап, больницаларға түскен жағдайда ғана біздер выявляться етеді, көбіне табылып жатады бұл кісілерде. Адам өздігінен келе бермейді. Өздігінен келе бермейді. Өздерде білмеуі мүмкін. Өздерде білмейді. Сондай моменттерде областной больницалардан, инфекционный больницаларда табылады, тубдиспансерлерде табылып жатады, сөйтіп. Сондай моменттерде уже ол кісілер есепке алып, бірінші очередь дәрісін береміз ғой, анализдерін алып. Қазір қоғамда бізде жалпы бұл ауруды жұқтырудың енді элементарный нәрседен жұғып кетуі мүмкін болып тұр ғой ақыры. Кейде бір нәрсе банады бір жерге барып шаш қиғаннан да енді банады қауіпсіздік бір ережелерін сақтамаса, тырнағымды жасатамын деп қыздар көп барады. Татуировка дейтін нәрсе тоже. Енді ол жерлер тікелей қанмен жұмыс жасап жатырғаннан кейін мүмкін ол жерде сақтанар. Енді өзімізде енді бір
шаш қидырып жүреміз де ондай мән бере бермейміз өзінің шыны керек. Немен не істеп жатыр, қырып жатыр, немен не істеп жатыр, аны біз мән бере бермейміз да. Ол өте білу керек нәрсе. Сосын қазіргі не көп қой қазір. Хиджама деген нәрсе бар да. Мен қазір есіме түсіп отыр. Қанмен тікелей жұмыс жасалынатын нәрсе да. Осы ол да бір медициналық бір түр дейтін болсақ, ол қаншалықты қазір ол қауіпті осы нәрсе. Енді ол барған адамына байланысты ғой. Біздің адамдарда баруы мүмкін, айтпауы да мүмкін, например, да. Ондай жағдайда обязательно маман да хиджам жасайды. Маман ол жасармаспын, өзінің инструмент несін апармай ма олар деген өздерінің. Жеке өзінікі болу керек. Өзінікі болу керек. Потому что хиджам жасайтындар өзінің жеке аппаратын сұрайды, аппараттары болу керек жеке. Сосын обязательно банағыдай қосымша аурулары бар ма, жоқ па, соның бәрін сұрау керек сияқты ол жерлерде. Ол кісілер де сұрамайды қазірден, енді банағы бизнестің уақыты ғой. Бір жеңіл бизнеске айналып кеткен сияқты, бірақ енді қанмен жұмыс жасап отырғасын не істейсің? Олар өз кісілер, ол кісілерден осторожность болу керек қой, все равно банағы анализін сұрату керек па, айтваның қорытындысын тапсырып келесің ба дегендей. Сол адам өзін өзі қорғау үшін, қасындағы басқа адамдарға зиян тигізбеу үшін сондай моменттер болу керек шығар енді деп ойлаймын. Келсем. Хиджамада біздердің адамдарымызда хиджама жасадым деп айтып жатады көбіне. Қайда барын, стоматологке бардым, анда бардым, біздерде де эпидотдел бар ғой, расследовать етеді, қайдан шығуы мүмкін, бұның жұғу көзі кім болуы мүмкін деп. Или банағы біреулерге барды ма, қанша контактный болды, соның бәрін сұрайды ғой, соның бәрін расследовать етеді. Бірақ қанша стоматологке барса да, біздің өзіміздің расследованиеміз болады, сонда бана стоматологическийде или парикмахерскіні жұқтырған адам кездескен жоқ. Пока болған жоқ. Бұл енді 0,01% болады, 0,01 үлкен қалаларда. Мен бір тоже естігенім. Қазір армияға балаларды шақыру, бұл міндетті түрде тексеріледі, армияға баратын балдар, әскери жұмысқа баратын балдар, немесе әскери оқу болсын, шетел мемлекетіне баратын балдар, адамдардың бәрі ВИЧ-ке обязательно тексереді, міндеттелген ол тексеруге. Енді біздің статуспен армияға бізде жолдама бермейміз оларға. Справка, жолтый ма? Сондай справка алады олар. Армияға баруға болмайды. Балдар білмейді бойында оның бар екен, не екен. Армияға сол барарда неден өтерде? Медосмотрдан өткенде обязательно ВИЧ-ке тексеруге оларға жолдама береді, тексеріледі. Отрицательный болған жағдайда алып кетеді армияға. Положительный балдарды біз жібермейміз армияға. Мен түсінуім бойынша енді қазір барлық неде бұл тексеріліс болып жатыр, бұл нәрседе. Осы жалпы негізі білгіміз келген информациялар қандай өзіңіздің жағыңыздан бір мүмкін біз қоймаған сұрақтардан бір айта кету керек нәрсе, бір ескеру керек нәрселер болса. Енді айтып жатыр ғой, халықпен больше жұмыс жасайды ғой біздің адамдарымыз, мамандарымыз. Сол кезде айтамыз, халыққа больше информация беруіміз керек. Осы вирус туралы айтты, вирус туралы любой адам, сосын жастардың арасында да мысалға жыныс қатынасына түскенде мүше қап пайдалану керек екенін айтамыз көбіне. Сосын өзі танымайтын адаммен көп жыныс қатынасына түспегені жақсы деп айтамыз да, мысалға. Ондай көптеген ақпараттар береміз ғой, енді соның бәрін қорғану керек адам өз үшін, жыныс қатынасында мүше қап пайдалану керек. Сосын көптеген қазір не көп клубный таблеткалар деген бар, басқа да таблеткалар деген бар ғой, мысалға. Көбіне оғастық басқа нәрселермен айналыспау керек, мысалға сондай айтып жатыр, шетел ағымдарына көп еліктеп кетіп жатыр ғой жастарымыз енді. Сондай моменттер болмау үшін кішкене соларды шектеу жасап, қарап, потому что адам өзінің болашағы ғой. Ол инфекция кіргеннен кейін шықпайтын инфекция болғасын, ол адам арғарай өмір сүреді, ертең семья құрады дегендей, мысалы жасы ұлғаяды дегендей, сондай моменттерде кішкене алды артына қарап, өзінің салауатты өмір сүруіне қарап, сондай адамды жастар, көбіне жастар жағы сондай нелерді жасау керек сияқты көп өзінің. Жүктілік кезінде де мысалға пландап, жоспарлайды ғой, енді жоспарламаған жағдайда бірінші есепте женская консультацияға барып, есепке тұрып, мысалы жүкті әйелдер барып
өзінің баласының денсаулығы үшін алаңдап көптеген анализдерін тапсырып тұрса, мысалға соның ішінде айтва инфекциясын де тапсырады ғой. Балаға да кішкене дені сау бала тууына да мысалы көп әсер етеді. Мысалы сондай моменттер біздерде енді көп айттық қой, достық кабинеті бар біздерде ашылған деп, соған жастарымыз келіп тексерілсе, бізде анонимді де келіп тексерілуге болады. Мысалға дәрілері преп дәрісі дейміз ғой, сол бәрі тегін беріледі, тегін бізде мүше қаптар таратылады. Мысалға көптеген оқу орындарға жиі барасыздар ғой сіздерде. Бұл тоже айта кететін сұрақ емес. Сіздер оқу орындарға барған кезде мынандай нәрсе болады да. Біздерде бала кезімізде бізге келгенде де осы информациялар айтылды да. Жыныстық қатынас жолымен жұғатынын білеміз, оны біз ерте кезден білеміз. Оны жұқтырмау үшін мүше қапты пайдалану дейді. Сол кезде мына жерде вольно-невольно халықтың арасында как будто бір жыныстық қатынастықты айтып жүргендей бір сондай бір не қалыптасып қалыпты, дамытып жүргендей бір мүше қапты пайдаланыңыздар деген нәрсе сондай қалып барады. Бұның ар жағындағы ақыры бұл нәрсені тоқтата алмағандықтан, бір амалдың жоқтығынан бір айтылып отырған әңгіме деп ойлаймын да өзім де осы нәрсені. Ол деген енді ол тоқтатылмағандықтан емес, ол просто профилактика шара ретінде қолданылады ғой, чтоб болашақта ешкімді жұқтырмау үшін, қасындағы жыныс қатынасына түсіп жүрген адамды жұқтырмау үшін пайдалану керек та. Ол да не только айтва инфекциясы, көптеген инфекциялар болуы мүмкін. Оның қасында гепатит С дейміз да, гепатитпен де ауырып кетуі мүмкін. Немесе жыныс жолымен берілетін аурулар бар емес пе, гонорея, сифилис сияқтылар, солардан да қорғайды. Мысалы жалғыз айтва емес та, сондайларды да қорғайды. Сондай моменттерде де біз мектептерге, вуздарға барып бізде профотдел лекциялар, тренингтер өткізеді ғой, сол кезде айтамыз біз оны, потому что ол жыныс жолымен берілмеу керек. Потому что ондай ақпаратты көп біздер айтамыз. Сол моменттерде действительно адам өзі үшін жыныс қатынасына түсетін кезде мүше қап пайдаланатын болса, көптеген аурулардан қорғанады да, өзін қорғайды. Біздер көбіне мектептерге барғанда да айтқанда көп ата-аналар возмущаться етіп жатады, неге сендер сондай айта бересіңдер деп. Ол бала қазір даже 15 жастағы бала да жыныс қатынасына түсуі мүмкін. Қазір ер балдар, жасөспірімдер тез жетіліп келе жатыр да. 15 жаста да жыныс қатынасына түсуі мүмкін. Сондай моменттерде де біз айтып отыру керекпіз. Мектептегі бала болсын, вуздағы бала болсын, бәрі көзі жететін сондай дамыған мемлекетте өмір сүріп жатырмыз ғой, енді оны жасыратын ештемесі жоқ. Бізде тем более қазақи менталитет болғасын, көбіне ата-аналар сөйлеп жатады да. Неге мектепте сондай программа өткізесіңдер деп. Ол ата-аналардың өзі үйінде сондай ақпараттарды беріп отыру керек болады. Мен мысалы дәрігермін ғой, мен де анамын, мен де ата-анамын. Мен де балдарыма соны айтып отырамын үйде. Бір жерге барсаңдар, мүше қап пайдаланыңдар дегендей қылып мысалы. Ол жасырып ұялатын нәрсе емес ол. Наоборот, сондай нәрселерді инфекциялар жұқтырмауға мысалы кедергі береді. Біз алдын алуға үшін айтамыз ол. Ата-аналарды айтып отыру керек балдарына, не только қоғамнан басқа бірінші баланы тәрбиелейтін ата-ана ғой. Ата-аналарды айтып отыру керек балдарына. Онда бірінші очередь ата-анаға жұмыс жасау керек па деп ойлаймын да. Ата-анаға информацияны соларға бірінші беретіндей, ақыры енді үйден былай ғой, мысалы осы центрдан ата-аналарға жиналыс жасау, мектептерде ата-аналарға жиналыс жасау арқылы қалай сөйлесу керек, нені білу керек бала, сол нәрсе туралы информация может беру керек шығар. Бізде мектептерде барып өткізеді ғой, жиналыстар өткізеді, лекциялар өткізеді, брошюркалар таратады, бізде көптеген. Сосын біздер көшелерде таблода сондай нелер, нұсқамалар беріліп тұрады көбіне. Өткізеді бізде, ондай ақпараттары көп жүргізіледі бізде шаралар. Түсінікті, Мерей, сұрақтар бар ма? Бір қозғайтын. Жалпы осы білгіміз келген біздің тақырыбымыз ашылды деп ойлаймын. Сол келгендеріңізге көп рахмет сіздерге.
алда тағы да жақсы осы медицина бағытында әрбір мамандармен кездесіп осындай жақсы тақырыптарда әңгіме қозғаймыз деп ойлаймыз бұйырса. Мгм. Сол, рахмет. Шақырып жатқандарыңызға рахмет. Сіздерге де рахмет көп.